Сәлеметсіздер ме, құрметті достар. Бүгін мен сіздерге өзімнің фикус гүлдерімнің нәтижесімен бөліскім келіп тұр. Алдында мен сіздерге осы 3 фикусты отроскаға қойғанымды көрсеткен болатынмын. Және мына біреуін алдында бірінші болып қойғанмын. Сол себепті бұны бірінші отырғыздым. Мына алдында айтып едім сіздерге, бұл горшокты толтырып, содан кейін барып жапырақ шығарады деп. Сол сөзім рас келді. Мына горшокты толтырып тамыр шығарды. Содан кейін енді мына көріп тұрсаңыздар, енді жапырақ шығарып жатыр. Мына кішкентай жапырақ шығарды, одан кейін мына үлкен жапырағын шығарып жатыр. Одан кейін екіншісінде осындай стаканға отырғызғанмын. Кішкентай ыдыс болсын деп мына ішін толтырып жатыр тамырға. Осының барлығын толтырып болған соң барып жапырақ шығарады. Енді мына үшіншісі өте кеш тамыр шығарды, бірақ нәтижесіз емес, нәтижелі. Өте әдемі, өте жақсы тамыр шығарған. Бұның суына мен активированный угольді салғанмын. Енді осы үшеуін біріктіріп, мен мына горшокқа отырғызғым келіп отыр. Осы горшокқа тым үлкен емес деп ойлаймын. Осы дәл келетін сияқты. Осы үшеуін біріктіріп, осы горшокқа отырғызамын. Мінекей мен топырақ дайындап алдым. Және мынаның түбіне топырақ салып қойдым. Осы үшеуін қазір босатып орналастырамын қазір. Мына қараңыздар, горшокты толтырып тамыр шығарған. Осыларды қазір осылай отырғызамын. Мінекей мен үшеуін орналастырып алдым. Бір горшокқа енді қазір топырақ себемін. Мінекей мен осылай үшеуін отырғыздым. Көрсеңіздер, барлық горшокты жауып әдемі отырды. Бір, екі, және мына үшінші түбі. Осылай енді үлкен болып, куст болып өсетін болады. Шашырап, горшоктың бәрін жауып. Назарларыңызға рахмет. Егер видео ұнаса, лайк басыңыздар, және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.